Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Сондай-ақ байқасаңыздар, экранда бізді Zoom арқылы онлайн тамашалап отырған көрермендер бар. Сіздерде сұрақ қойыласыздар, тақырыпқа ой қосайық, ат салсайық дегім келеді. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Елдос Абақанов мырза, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі балық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары Аян Бахьянов, ауыл партиясының хатшысы Анас Баққожаев, халық балық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Мейрамбек Фазылбеков және ихтиолог маман Тынысбек Барақбаев, қош келдіңіздер дейміз. Енді біз айтып отырған жалпы балық шаруашылығы, балық аулау кәсібін дамытуға Қазақстан қолайлы десеген артық келісетін шығарыстар, су ресурстары жоқ емес, балық өсіру, тіпті жасанды көлдердің көлемі бойынша ТМД-да біз Ресейден кейін тіпті екінші орында екенбіз. Енді балығы мол Каспийіміз бар, Жайық бар, Сырдария, Ертіс, Балқаш, Алакөл тағысын тағы. Бірақ бұл балық шаруашылығы саласы кейінгі жылдары кері кетіп барады деген пікірді осы сарапшылардан біз жиі естиміз. 2019 жылы біз сыртқа шетелге 30 мың тонна балық өнімін экспорттаппыз. Бірақ дәл сол жылы сырттан сатып алған балық өнімдері 43 мың тонна. Құлай қарасаң парадокс. Бұл не деген сөз? Яғни бұл саланың әлеуеті, қолда бар мүмкіндікті біз жөнді барынша пайдалана алмай отырмыз деген сөз. Енді барлықтарыңызға ортақ сұрақ, осы саланың ішінде жүрсіздер, проблема жақсы таныс, балық шаруашылығының жай күйі қалай деген ортақ сұрақ қой. Бүгін комитетте үлкен бір отырыс болыпты, балықшылардың қатысуымен тіпті 6 сағатқа созылды дейді. Не айтылды 6 сағатта? Не шешілді? Осыдан бастайықшы әңгімені. Бүгін экология министрлігінің ішінде балық шаруашылығы комитетінде үлкен жиын болды. Мен айтар едім, бұл жиын осы 30 жылда бір тарихи жиын деп айтуға келеді. Шын мәнінде жаңа өзіңіз айтып кеткендей, Мақсат мырза, Қазақстан Каспий Жайық бассейн қоспағанда 5 миллион гектар бізде су алабы бар. Былтырғы статистиканы қарасақ, сол табиғи су алабынан 46 мың тонна балық ауланған екен. Енді гектарына шақсақ, бір 9 килограммның шамасында, бір гектардан 9 килограмм өнім алып отырмыз. Адам сенбейтін сан дейсіз. Адам сенбейтін сан былайынша. Енді тарихқа кішкене оралатын болсақ, 1990 жылы Қазақстанның су қоймасынан 110 мың тонна балық ауланған. 110 мың тонна. Қолдан жасанды 10 мың тонна балық өсірген. Сол көрсеткішке қолдан өсіруге былтырғы статистика бойынша осы комитеттің беріп отқан 13 мың тонна балық өсірдік. Бірақ оның ар жағында да үлкен сұрақ тұр. Біз оны қайдан өсірдік, қалай өсірдік деген. Өйткені мен Қазақстандағы ең үлкен 3 шаруашылықтың бірі, соның директордың орынбасарымын. Сондықтан балық өсіруді қалай өсіру керек, оның қандай қиындықтары бар, оны бір адамдай білемін. Ал анау 90 жылғы өсірген 90 жылы ауланған 110 мың тонна балық енді келмеске кеткен сияқты. Өйткені былтырғы жылғы статистика бойынша соның жартысынан да азын ауладық. Сонда біздің су қоймаларымыз балықсыз қалды ма? Әлде бар балықты аулатпай отырмыз ба? Проблема неде? Не кедергі? Осы мәселеге тоқталайық. Осы не кедергі? Балықшылардың уәжі қайдан басталды? Бізде Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қапшағай жағасында Көлді деген ауылдан басталды. Сол жерде халық жиналды, әкімшілікке өзінің талаптарын қойды. Сол жерде аумақтық инспекцияның өкілдерін, ғылымның өкілдерін шақырды. Олар азаматтық өзінің позициясын білдірді. Одан кейін 30 жылдан кейін енді бір ойына бастаған сияқты көріністер бізге. Оған дейін қайда болдыңыздар деген де сұрақ туындайды. Дұрыс айтасыз. Өйткені балықты ешкім көңіл аударған жоқ. Ол өзі бір жабық мемлекет сияқты елдің бәрінің ойында мынандай сана қалыптасқан. Балыққа не керек? Суда өзінен өзі көбейеді, өзінен өзі өседі деген сияқты. Жоқ. Ол үшін үлкен жұмыстар жасалады. Оны бірінші қорғау керек, екінші зерттеу керек, оны балықтандыру керек. Әйтпесе балық өзінен өзі бір балық табиғи ресурстардың ішінде өздігінен қалпына келетін ресурстың бірі болып табылады. Мысалы, мұнай жойылуы мүмкін, көмір таусылуы мүмкін. Балық өз-өзінің қалпына келетін ресурс, бірақ оны тиімді пайдалану керек. Бірақ балықшылардың уәжі, мысалы, біз официально мына 46 мың тоннадан көп аулап жатырмыз деп олар жасырмайды, ешкімнен қорықпайды. Бірақ соны бізге бер деп ғылымды кінәлайды. Себебі ғылым бермегеннен кейін инспекция оларды мысалы артық аулайсың деп жазалайды.
Вот осы жерде бүгін осы студияға ғылымның өкілі, бизнестің өкілі, мемлекеттік тараптан комитеттің өкілі жиналдық. Осыны бүгін талқылайық ашық алаңда. Айтайық, ақиқатын іздейік. Біз дәл қазір жылына шамамен қанша сонда тонна балық өнімдерін өндіреміз бізде, аулаймыз? 46 мың. 45 мың аулайды балық 45 мың, алушылар, иә, және де 13 мың балық өсірушілер өндіреді. 21 жылғы статистика бойынша. Ал енді біздің потенциалымыз қандай? Қаншаға жеткізуге болады бұны? Потенциал 120-ға дейін жеткізуге болады ғой. 120-ға дейін. Ал оған не кедергі? Енді мен сізге айтайын, не кедергі? Мысалға, қазір тауарлы жасанды түрде тауарлы балық өндіру мүмкіндігі бар. Бұл аквакультура дейді яғни. Бұған енді мына халық балық сияқты компаниялар инвестиция құйып, өздігімен дамығысы келеді. Бірақ балық аулаушылар міне балық өсірушілерге үлкен бір бәсекелестік жасап отыр. Неге айтайын? Ұсталған 4 балықтың 3-і ешқайда жазылмайды. Яғни не салық төленбейді. Оның ақшасы жасырын өтеді, көлеңкелі экономика. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз рентабелдік жаңағы бизнес ретінде қарастырсақ, балық өсірушілер ештеңе жұмсамай, инвестиция құймай, табиғаттың бергенімен белгілі бір пайда тауып жүр. Ал инвестиция құйып, технология әкеліп, міне осында жұмыс істеп жатқан азаматтар, олардың қасында олардың табатын пайдасы өте төмен. Яғни қызығушылық болмайды бұл кісілерде. Міне мәселе сода. Былтырлары 180 субъекті бар. Балық өсірушілердің арасында 180 субъекті бар. Бағдарлама бойынша миллиардтаған мысалы енді жылына бір 15-20 миллиард кем дегенде бөлінеді десе осы салаға. Оны инвестициялық субсидия ретінде берілсе, мысалға, жыл сайын мен есептеуім бойынша 56 жаңа мекеме енгізуге болады міне. Балық өсірушінің арасында. Бірақ олар бәсекеге түсе алмай жүр, себебі статистика өтірік. 4 балықтың 3-і жасырын ұсталады. Соңғы коррупция бар. Міне енді әріптестер ренжімесін, бірақ инспекция мен жаңағы балықшылардың арасында ауыз жаласу бар. Қысқасы айтқан. Түсінікті. Елбасы мырза, қателеспесем сізде өткенде балықшылармен кездесіп айттыңыз ғой. Балқашқа бардыңыз ба? Балқашқа бардық. Не деп жатыр? Енді мәселе қалай? Біз Балқаш қаласына бардық. Балқаш қаласының қасындағы бір ауылда, бір аймақта кішігірім, жаңағындай, кішігірім деп айтуда болмайды, 200-ден астам адам қатысты. Балықшылардың негізгі мұңы балық аулайтын жер жоқ дейді. Бүгінгі күні енді осыны жиі естимін. Негізгі проблема көптеген су аймақтарын жеке меншікке немесе арендаға алып алған дейді ірі компаниялар. Біз аукционға қатысайық десек, бір жақтан техникалық жағынан мұржамыз болмайды, екінші жағынан мүмкін құжаттарды жинауға да қиыншылықтар бар шығар. Бірақ та балықшылар не айтады? Олар айтады, егер де бізге кейбір ауылда балықшылар сауатта жетпеуі мүмкін ол. Ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін шын. Бірақ балықшылардың ұсынысы қандай? Олар айтады, біріншіден бізге ресми түрде балықты аулауға рұқсат етсеңіздер, біз бюджетке қаржы төлеуге дайынбыз дейді. Айына мысалға 50 мың теңгеден олар өздері жаңағындай практикада балық аулағанда бөлінеді екен. 5 адам, 10 адам бірігіп балық аулайды. Осы кішігірім ячейка ретінде 50 мың теңгеден төлеуге дайынбыз дейді. Жылына есептегенде ол 500 миллион теңгеге дейін біз тек Балқаштың маңайындағы орналасқан балықшылар соншама ақша алып келе аламыз деп бюджетке шығарамыз деп ұсыныс берді. Бірақ та олар салыстырмалы түрде келтірді. Жаңағы бұған дейін көптеген аймақтарды жекешелендірмегенмен де аренда арқылы жұмыс істеп жатқан кәсіпорындар тиімсіз пайдаланады деп сондай мұқтаждарын айтты. Одан кейін, кездесуден кейін біз осы Нұр-Сұлтан қаласына келгеннен кейін менің басқа да әріптестерім Каспийдің балықшыларымен кездесті. Бүкіл жердің проблемасы бір. Шешу жолын біз министрмен кездестік. Министрліктің өкілдеріне жеткіздік бүкіл проблемаларды. Енді алдағы 1-2 аптаның ішінде тек қана Қарағандының балықшылары емес, бүкіл Қазақстанның балықшыларын жинап, жалпы ортақ талқылауға салып осы мәселені шешу жолын іздейміз. Өйткені ірі кәсіпорындарды дамытудан басқа кіші балықшыларға да кішкентай өзінің күнделікті бизнесте бөлінеді ғой, ірі кәсіпорын, кіші кәсіпорын деп. Осы кіші қарапайым балықшыларға балық аулауға мүмкіндік беру керекпіз, соның шешу жолын іздеу. Ірі компаниялар алып алған деп. Бар. Латифундистер сияқты ғой. Қанша жылға аренда қалады сонда? 49. Енді ол жер секілді су аймақтарында аренда қалады. Одан кейін, мысалға, ол балықшылар айтады, егер біз балық аулайтын болсақ, біз төлеген бюджеттің ақшасынан сол жерді балықтандыруға бюджеттен ақша жеткілікті болады дейді. Мысалы, мен статистиканы қарап отырмын. Мысалы, 2016-17 жылы Қазақстанда жылына орта есеппен 200 миллион штук балыққа дейін
су қоймаларына, су объектілеріне жіберген. Бірақ та одан алынған балықтың көлемі қанша, жаңа естіп отыр, өте аз, 43-45 мың тонна. Бір жақта министрлікті де түсінуге болады. Өйткені министрліктің өкілдері айтады, егер де біз бүкіл балықшыларға рұқсат берсек, онда жаңағыда су аймақтарында балық қалмауы да мүмкін дейді. Бірақ та менің жеке ойымша, бүгінгі күнде ғылым бар, балықты сумен толтыратын механизмдері бар, қаржы болатын болса, бұл мәселені шешуге болады. Мұнда мәселе жаңағыда жоғалып кетейін, немесе қызыл кітаптағы балықтарды аулау емес қой, бұл қарапайым, сазан болсын, басқа да балықтар болсын, күнделікті тұтынатын балықтардың түрі. Сол себепті бұл механика жағынан шешілетін мәселе. Оны қазір күні заңнамалық түрден бүкіл ережелерді қайта қарастырып, мүмкін өзгертуде керек шығар. Енді осыны нақты балықшылармен, министрлік өкілдерімен біз талқылайтын боламыз. Енді былай қарасақ, бұл балық шаруашылық комитеті саласының бұл әлеуеті өте жоғары ғой бізде. Өте жоғары. Енді өткенге қарап отырсақ, бұл 2014 жылға дейін ауыл шаруашылығы министрлігінің құрамында болды. 2014-тен бастап таратып жердік. Енді бізде балық өспейтіндей. Одан кейін енді 2021 жылдан бастап геология экология министрлігі қатарына қосылды. Енді арадағы 7 жыл ғой. Сол уақытқа дейін осы проблемалардың барлығы қалай шешіліп келді екен деп ой туындайды. Бәлкім проблемалар осы қордаланып қалуына нақты жауапты органның болмауы да бір себеп болған шығар деп айта аламыз ба? Аян мырза, сіздің алып қосарыңыз бар ма? Енді балық шаруашылығы комитетіне келетін болсақ, бүгінгі таңда біз бір жеке комитет болып бөліндік. Оған дейін жаңа айтқандай біз 5-6 жыл ауыл шаруашылығы министрлігіне боламыз. 5-6 жыл тағы да экология министрлігіне бізді әрбір министрлікте 5-6 жыл болып 2014 жылды бізді орман шаруашылығы комитетімен бірге біріктіріп жүрді. Сондықтан енді балықты ормаға қосылып, және балық шаруашылығы мәселелері кішкене шеттеліп қалды. Енді біз осы Құдайға шүкір, осы 21 жылы қайта комитет болып құрылып, қазір енді өзіміздің жұмысымызды қайтара жандандырып отырмыз. Жаңа әріптестерім айтып отыр ғой, біз өзіміз, мен Каспий теңізінің балықшылармен кездесуге, мен сол кездесуге өзім бардым. Балықшылардың айтып отқаны енді біріншіден лимит аз дейді. Енді лимиттің аздығы ол жалпы айта кететін болсақ, жыл сайын бізде ғылыми ұйым өзінің арнайы зерттеулерін жүргізеді. Сол зерттеулердің арқасында біз жыл сайын осы балық аулауға лимитті бекітеміз. Енді ол балық жаңа Мейрамбек әріптесім айтып кетті ғой. Сол өзен болсын, көлдерде болсын, балықтың ресурсы қанша бізде зерттеле ме жалпы? Балықтың жыл сайын зерттеледі. Жыл сайын зерттеледі. Өйткені енді ол табиғат болғасын жыл сайын өзгеріп тұрады, балық болмайды. Сондықтан жаңа балықтың біз 25-30% ғана лимит ретінде балық аулауға рұқсат береміз. Өйткені қалған 70% келесі жылға дейін өзін жаңағы нетіп өсімін молайтып өзінің қалпына келеді. Сондықтан енді балықшылар айтып отқан лимит аз дегені енді барлық біз кез келген жеке тұлға кез келген кезде қандай болсын аумен жаңағы балық уылдырық шашпауына қарамастан біз балық аулағымыз келген кезде сол кезде шығуға бізге мүмкіндік беріңіз дейді мемлекеттен. Енді біз айтамыз, жарайды, біз барлықтарыңызға қазір рұқсат берсек, қанша ауласында аулаңыздар, немен ауласында аулаңыздар, қашан ауласында аулаңыздар. Ол кезде енді 1-2 жылдан кейін балықтар қалмайды ғой. Сондықтан біз осы түсіндіргеннен кейін олар кішкене түсінді. Сосын біз айтамыз, енді лимиттің аздығы біріншіден енді ол не болғанмен табиғи ресурс. Сондықтан онда біздің комитеттің негізгі мақсаты оны сақтап қалу. Келешекте. Түсінікті. Бізде қысқаша ғана үзілістің уақыты болып тұр. Одан кейін жалғастырсақ әңгімені. Құрметті көрермен, арнамыздан ауыспаңыздар. Тікелей эфирдеміз, хабарымызды жалғастырайық. Сіздер айтпақшы, осы балық аулауға деген лимитті көбейтсе дейді. Енді жаңа сізде сөзіңізді айтып қалдыңыз, бізде әрбір 3-4 балықтың 2-3 бізде заңсыз ауланады деген секілді, жарайды, лимитті азайтып тастағанмен ертең балықшылардың бір заңсыз жұмыс істеуіне жол ашып бермейміз ба? Осы лимитім тоқтап қалды деп, бір жұмысын тоқтатып қойғанмен бір балықшыны байқамадым. Сол ғой мәселе. Мысалы, мен тұратын ауыл, біздің шаруашылық орналасқан Көлді ауылы Алматы облысындағы. Ол жер 72 жылдары шаруашылық салынғаннан кейін бүкіл аралдан бір ауылды солаймен көшіріп әкеліп орналастырған. Жаңа шаруашылыққа жұмыс істеу үшін де. Енді шаруашылық кеңес дәуірінде ыдырады, өзінің қуатында жұмыс істей алмады. Кезінде 2400 тонна, былай жылма-жыл 1500 тонна тауарлы балық беріп тұрған ғой, тірі балықты. Енді сол жұмысын тоқтатқаннан кейін төменде орналасқан ауылдың іргесіндегі Қапшағай су қоймасына бүкіл ауылдың денсаулығы бар, қолында қуаты бар ер азаматтары балық аулауға барады қайығымен. Ауылда 100-ден астам қайық бар мысалы. Қазір
ғылым есептеп, дәлелдеп, мысалы, Қапшағай су қоймасының бір жағасына, 1 километр жағасына 2 қайықтан шектеу қойды. 3-ші қайық кіргізе алмайсың сен. Өйткені ол заңға енгізді, ол қайшы. Енді балықшылар не істейді? Ауылға тиесілі 4 қана участок бар, жердің телімі бар, судағы. Ол жерде біреуінде 8 қайық, біреуінде 10 қайық, біреуінде сөйтіп, бас аяғы жоғы 40 қайыққа жетпейтін қайық қана кіреді. Қалған 100-ден астам қайық қайда барады? Олар деген қайығын сатып болмаса, бақша егіп, мал асырап отқан жоқ. Ол сол жерде істейді, оның ата кәсібі себебі. Көрдіңіз ба? Мынау жаңағы шығып атқан 4-тен 3 деген көлеңкелі балықтың көлемі сондайлардан пайда болады. Адамдарды жасанды түрде ұрлыққа итермелеуге жатады ғой бұл деген. Былай қарағанда бүгінгі күні табиғат пен қарапайым халықтың арасында консенсус жасау керек. Ол үшін не істеу керек? Мысалға біз қарапайым балықшылармен кездескенде олар бізге айтады: біз браконьерміз дейді. Өйткені заңды түрде біз аулайтын балық ол заңсыз болып есептеледі. Олар айтады: біз легализацияға дайынбыз дейді. Қазіргі күні осыдан бірнеше жыл бұрын өзгеріс енгізіліпті. Егер 100 килограммнан қателеспесем, жоғары балық ауласа, қылмыстық іс қозғалады екен. Бұған дейін 300 килограмм болды, қателеспесем, 300 килограмм болды. Енді олар айтады: біздің бүкіл ауымызға жаңағындай штрих-код қойып, GPS-ін қойып, біз заңды түрде жұмыс істейік. Осы жағдайда, осы мәселені шешу үшін, сіз айтқандай, ғылымда жұмыс істеу керек, жергілікті атқарушы органдар балықтандыру механизмде дұрыс атқару керек. Сонда бір жақтан біз адамдарды тұрақты қаражатпен қамтамасыз етеміз, екінші жақтан табиғатты сақтай алатын боламыз. Тұрысбек мырза, мен бірнеше сарапшылардың пікірін оқыдым. Тіпті басқа елді айтпағанда, көршілес біздің Ресей мен Қытайдың өзіне бұл балық өнімдеріне деген сұраныс дейді 3 миллион тоннаға жетеді дейді. Қараңыздаршы, қандай мүмкіндік, қандай бұл біз үшін потенциал, бірақ бір осы экспорт айтпағанда ішкі нарықтың өзін қамтамасыз ете алмай жатырмыз ғой. Енді бұға дейінгі проблемалар тізіп айта беруімізге болады. Алтын уақытымыз үнемдейік. Енді не істеуіміз керек? Қайтпек керек. Сіздің де біраз ішіңізде қызыл жатқан білемін мен. Рахмет. Жаңа айтады ғой, балықшының байлығы дейді, қолының жеңін кепкенше дейді. Яғни ол суға қолын салып жүрсе, әрдайым бай болып жүреді, ал кішкене жеңін кеп былай қарай сыртқа шықса, уже кедей болып қалады деген сияқты. Әрине, кез келген балықшы болсын, басқа болсын, ол табиғаттың берген нәрсесін сол жердегі тұрақтылықты жергілікті адамдар аулақсы келеді, оған белгілі. Бірақ оны табиғат өзінің несінде шектеулі. Біз қазір адам дамып жатқанмен, табиғи мысалға балық дамып жатқан жоқ. Мысалға біз қазір аламыз, жаңа айтып жатсыздар, балықшылар бүйтеді, сөйтеді. Мысалға олар көптеген ау құралдарын пайдаланады. Көптеген түрлі қазір модифицированный прямо дамып кеткен. Балық дамыған жоқ қой, бірақ балық соған түседі. Мысалға бұрын айтады, міне өздері орнын қалай толтырып жатырмыз сол ауланған балықтың? Вот, әңгіменің бәрі сонда жатыр. Міне орнын қалай толтырып жатырмыз. Қазір бәріміз тек қана ашкөзденіп аулағанды немесе басқаны ойлаймыз да, бірақ егер келіп шектеу қойса, қандай да бір адамның құқығын шектегендей қылып көрсетіп жатады. Негізінде олай емес. Мысалға жаңа лимит айтып жатыр, дұрыс айтты. Баяғы жылдармен салыстырған кезде төмендегені бар, бірақ оның бәрі жайдан жай төмендеген жоқ, немесе бір экологиялық, әрине экологиялық ахуалдың бәрі әсер етіп жатыр, бірақ ол адамзаттың қолымен жасалып жатқан нәрсе. Яғни, мысалға ғылым тарапынан белгілі бір түрде тұрақты балық қорын сақтап қалу үшін сол су айдында мекен ететін балықтардың азғантай ғана бөлігін аулауға ғана рұқсат беруге ұсынамыз да, ал қалған бөлігі тұрақты, яғни қор, кейін өзіне Мейрамбек мырза айтты ғой, балық өзін қалпына келтіру керек. Ал ол қалпына келу үшін тұрақты қорын ғана сақтау керек. Ал если ол тұрақты қордан төмен болып кетсе, оны қалпына келтіру оңай болмайды, кейін ол қызыл кітапқа еніп кетеді. Сол сияқты мысалға қазір балықшылар барлық жерде аулап жатыр, оны енді айтып жатсыз, көлеңкелі бизнес дейді, басқа дейді, бірақ кімнің қолынан қалай келеді? Ата кәсіп деп те әйтеуір ысырып та кейде не жатады, бірақ оның бәрі оның балықты аулап құрту деген не емес қой. Тұрысбек мырза, мен келіспеймін. Қараңыз, міне нақты бізге келіп, біздің партия шағымданушылар өте көп. Мысалы, бір учаскеге 20 тоннаға рұқсат берілді дейік. Енді ол жерден бірінші түсінуіміз керек, факты. Бірінші 20 тонна емес, ол көбірек табады ол жерден. Шын мәнінде алған кезде 3-4 есе көбірек алады. Енді ол аулаған балығын кетіп баратып, балық зауытта тапсырған уақытта жолда инспектор тұрады. Инспектор ылғай сұрайды, қанша балық ұстадың, қадағалайды. Егер 20 тоннадан асып кетсе, әлгі жігіт енді ұстауға құқысы жоқ, пайдаланушының. Ол не істейді енді? Ол келеді келіседі. Міне,
20 емес, бүгін біреу ғана жаздым. Алып бара жатқаны 3. Міне, осыдан бастады. Сондықтан да квотаны, меніңше, бұл квотаны көбейту керек. Кешіріңіз, оны квотаны көбейткеннен ол мәселе өзгермейді меніңше. Неге дейсіздер ғой? Ол аулаған балықшы ертең сол квотаны 20 тонна, 20 тоннаны 40 тонна өзгертсеңіз, ол 60 тонна аулайды ол жерден. Ол міндетті түрде. Потому что бұл адамзаттың табиғатында бар нәрсе. Ол ауға түскеннен кейін табиғи ол суға қайтадан жібермейді. Оны сіз егер сол жанашыр болса, жоқ, мәселе салықта ғой бізге ашық экономика керек. Сол адамдар жанашыр болса, бұл ашықты қалай қамтамасыз етеміз? Біз осы бағдарлама басталғаннан бері тек қана табиғи балық бойынша ғана айтып отырмыз. Біздің мемлекет тарапынан біз енді айтып отырмыз ғой, шектеу қоямыз, жаңағы лимит, квота балықшыларға осындай шектеулер қоямыз балық аулауға. Табиғи біз айтып отқанымыз негізі табиғи байлық біздің балық. Табиғи су айдындарында мекендейтін табиғи балық. Оны ешкім өсірмейді, ешқандай шығын кетірмейді. Енді біз мемлекет тарапынан осы мәселені жаңағы 10 жылға бағдарлама бекітілді ғой бізде. Балықшылар енді жаңа айтып отыр ғой Мейрамбек әріптесіміз. Балықшылар ата кәсібі болғаннан кейін біз оны енді шектеу қойғанның екінші жағын ашу керекпіз ғой. Сондықтан енді мемлекет тарапынан біздің 2030 жылға дейін балық даму бағдарламасы қабылданды. Ол бағдарламаға сәйкес біз 2030 жылға дейін балық өсіру көлемін 270 мың тоннаға дейін жеткізу керекпіз. Ол үшін бізде мемлекет тарапынан бірқатар осындай жеңілдіктер және бірқатар осындай қолдаулар қарастырылған. Оның бірі үшінші жылға кетті. Негізі жасанды балық аулаумен айналысатын кәсіпкерлер болса, ол жаңа басым бөлігі шығынна осы балықтың жемін сатып алуға кетеді. Яғни бағдарламаның негізгі бағыты бұл жасанды жолмен балық өсіруге бағытталған бізде солай ғой. Негізгі бағыты осы министрліктің және комитеттің негізгі саясаты ол балық аулаудан балық өсіруге көшу. Өйткені енді ешкімге жасырмайды. Қашан көшеміз? Әзірге қағаз жүзінде ғой. Міне біз уже статистикаға келетін болсақ, біз 21 жылы 13 мың тонна өсірдік. Ал енді біз 2016 жылы ешқандай бағдарлама болған жоқ. 1400 тонна, 2017 жыл 2700 тонна, 18 жыл 3970 тонна, 19 жыл 7400 тонна, және 20 жыл 9000 тонна балық өсірдік. Бағдарламасыз. Енді міне бағдарламаның арқасында біз жаңа айтатын ғой, осы жасанды балық аулаумен кәсіпкерлер айналысса, оның 30% жемге кеткен қаражатының 30%-ын мемлекет субсидия ретінде қайтарып береді. Оған қоса бүгінгі таңда енді балық аулаушылар, балық өсірушілер негізі балық өсіру үшін өзінің балық өсіру биологиялық негіздемесін әзірлейді. Оған ғылыми ұйым болсын, қандай ұйым болсын, оны әзірлеу үшін ақша сұрайды. Сол ақшаның, сол кеткен қаражаттың 50%-ын мемлекет субсидия ретінде қайтаруға дайын. Ол уже жаңа жергілікті бюджетті қарастырған. Одан басқа енді балық су жануары болғанмен ол да ауырады. Ауырғанды жаңа кеткен дәрі-дәрмекке 50% мемлекет тарапынан тағы да қайтаруға субсидия қарастырған. Одан басқа енді барлық осы нелер шаруашылықтар балық өсіру үшін уылдырық сатып алады. Немесе сол уылдырықты сатып алмау үшін өздерінде шаруашылықтарында аталық аналық нелерін ұстайды. Маточный поголовье үйірін. Сол үйірді ұстау үшін кеткен қаражаттың 50%-ын мемлекет субсидия ретінде қайтаруға дайын. Оған жаңағы жергілікті атқарушы органдарынан жергілікті бюджетте қаражат қарастырылған. Сондықтан енді осындай біз айтатынымыз балық аулаймыз, біз қазақ не керек қазақ дегізі жалқау. Қызықтырып қойдыңыз, біз осындай қолдау болатын болса, жалпы біз балық өсірумен айналысып қаншалықты бір табысты бизнес, бұны табысты деп айтамыз. Біз айтатынымыз, үлкен бизнестер, үлкен жаңағы кәсіпкерлер, ірі кәсіпкерлер, өздерінің жаңағы балық өндіру цехтары бар кәсіпкерлер, олар жаңағы балықты аулап, оның ертең бітіріп қалуына оны қызығушылық танытпайды. Өйткені оның цехы бар, оның зауыты бар, ол зауытты жыл сайын жаңағы шикізатпен қамтамасыз ету үшін ол табиғи балықтың болып тұруына өз әсерін енді барынша атсалысады. Ал енді жаңа сіз айтып отқан күнделікті аулап, күнделікті сатып жүру, ол жаңа кішкентай енді бір күндік бағдарлама негізі бағытын түсіндік. Бірақ енді бізде осы кәсіби түрде балық аулаумен айналысатын азаматтар тіпті соған ғана бейімделген шалғайда талай елді мекендер бар. Біз енді оларды ұмытпауымыз керек секілді. Мұнда мәселе былай ғой, біз ойымды айтып кетейін, рұқсат болса, әріптестер. Біз басынан бастап айтқанда бұл табиғи балықтарды аулауды айтқан жоқпыз. Біз балықтандыру мәселесін тағы да қозғап кеткенбіз. Кіші балықшыларға, кіші кәсіпорындарға мемлекет тарапынан
балықтандыру процесін жасайтын болса, ол балықты, яғни жасанды түрде өсірген балықты олар аулай алады. Сосын оны сатып, өзіне кәсіп қылып, сол аулаған балықтың көлеміне қатысты бюджетке қаражат төлеуге дайын. Мұнда екінші мәселе бар, жаңа жақсы айтып кетті, кіші кәсіпорындарды дамыту керек. Мен өзім осыдан бірнеше жыл бұрын Қызылорда облысында болдым. Қызылорда облысында бір азамат Сырдарияның бойынан бір канал жасап, кішігірім жаңағындай қоршау салып, сол қоршаудың ішінде бүгінгі күнде балықты өсіріп отыр, уылдырықтарында жасап отыр. Сол уылдырықтың бәрін осы облыстағы, қателеспесем, 25 миллион жылына сол кәсіпорын, кіші кәсіпорынға шығаратын уылдырық саны. Сол уылдырық санын сатып, жаңа су қоймаларын балықтандырып отыр. Сол себепті менің ойымша балық саласын дамыту үшін кешенді түрде әртүрлі механизмдер қарастыру керек. Елдос мырза, мысалға инспекцияны алып тастау керек. Мысалға инспекцияны мен өз басым, инспекцияны болған қаламай мемлекеттік. Бұны ассоциацияларға беру керек. Өз-өзін бақылайтын мекемелер бар, ассоциация деп атаймыз. Оның құрамына бизнес өкілдері кіреді. Егер бір көлдің, мысалы Қапшағай деп есептейік, Қапшағайдың жан-жағында табиғат пайдаланушылар отырса, кәсіпорындар отырса, бір-бірін бақылайды, көршінің кім қандай екенін жақсы біледі. Сондықтан да мемлекеттік инспекцияның тіпті сол функцияларды беру керек осындай ассоциацияларға. Инспекцияның неге бермеске? Жұмысын ашықтандыру керек. Біз балық аулауға жазда, мен өзім балық аулаймын. Мысалы, жаздың күні барған кезде маған сол көлдің иесінің адамы келеді де айтады, менде 5000 теңге, бұлай келсеңіз 2000 теңгеге келісе саламыз дейді. Бұл не деген сұмдық? Мен әдейі 5000 теңгесін төлеймін. Себебі ана мекеме даму керек, ана жұмыскері бастығын алдап отыр өзінің. Міне, сол жұмыскерден басталып отыр, көрдіңіз бе? Сондықтан да мына 4 балықтың 3-еуі көлеңкелі жақта жатқан деген сөз 36 теңге. Міне қараңыз. 1200 теңгеден сатылады көксерке, мысалы судак дейді ғой. Мемлекетке төленетін бағасы 36 теңге. Бұл не деген сұмдық? Не одан не пайда жоқ бұл 36 теңгеден? Екінші шетіне квота қоямыз. Немесе квотаны ұлғайту керек те. Жақсылап тұрып оны мүмкіндік беру керек. Немесе қазіргі квотаға 36 теңге емес, онда 300-400 теңге қою керек. Себебі табиғаттан алып жатыр, балықтың орнына ақша төлеу керек, мемлекеттің қалтасына түсу керек мысалға. Біз не ананы істемейміз, не мынаны істейміз. Одан бөлек инспекция ол әр килограммнан кейін өзі әкеп тіркейді ғой ол. Жоқ, өзі мысалға балықшылар не істейді? Балық алушы учасканы алды ма, сол учаскеде тапқан балыққа ақша төлейді. Төлейтін ақшасы мемлекетке 36 теңге. 1 килограмм. Біз 1200-ге сатып аламыз. Сонда қымбат дейді. Сонда қымбат. Каспий теңізінің балықшылары 36 теңгені азайтыңдар дейді. Бізде қоңырауда бар ма екен? Бір кісі хабарласқан екен, бағанадан бері кезден күтіп отыр. Қысқаша бір тыңдап алайықшы. Сосын әңгіме жалғастырамыз. Кеш жарық, эфирде сұрағын жолдай беріңіз. Мен айта беріңіз, естіп тұрмыз. Мен Алматы облысы Алакөл ауданынан Абдрахманов Жайыл деген болам. Аха, сұрағыңыз. Менің сұрағым мына Аян деген мырзаға. Айтыңыз сұрағыңыз. Сұрағым бар. Біздің ана Алакөл көлінде мен өзім 40 жыл осы жерде жұмыс істедім, 40 жыл балықшы болдым. Менің сұрағым мынандай. Біздің Қошқаркөл деген көлдің жанында Алакөл деген ауыл бар. Сол ауылда сазанның икрасынан личинка шығаратын инкубцех бар. Бұл инкубцех жылына Қошқаркөлге 6 миллион, 7 миллион личинка жібереді. Шабақ, е. Ал оны жібергенде бұны өзі 20 жылдай болды. Ал содан бері жіберілген личинканы есептесек, жаңағы Қошқаркөлге, Алакөлге сазан балығы сыймай кету керек. Бірақ олай емес, сазан міне әлі жоқ. Бар, бірақ аз. Ал енді сұрақ. Қошқаркөлде толған судак деген хищник балық бар. Ана жіберген личинканы сол күні жеп қояды, қалғанын ертеңінде жейді. Ал енді сол судақты балықшыларға аулатып азайту керек. Мен балықшы ретінде айтып отырмын. Азайтса, сонда ғана барып сазан өседі. Мен талай жерді араладым. Россияны, Өзбекстанды балық өсіргіштердің. Солардың ешқайсында суда жүрген көлге сазанның личинкасын жіберіп өсіргенін мен көргем жоқ. Қандай ғалым соны ойлап тапты біздің Алакөлде, жаңағы суда жүрген көлге сазанның личинкасын жіберіп өсіруді. Сұрағыңызға рахмет. Жақсы сұрақ және ұсынысын айтып жатыр. Миллиондаған ақша кетті. Рахмет, түсініктім. Түсіндіңіздер ғой. Нейді ғой, ғылымда осындай нәрселер біздегі жетіспей жатқан сияқты, ашы зерттеулер.
енді соңында қалған. көксерке балығы негізі біздің экспортқа шығарылатын балықтың бір түрі. Өйткені оны ешкімге құпия емес. Европа елдері оны енді Қазақстанның көксеркесі брендқа айналды, және де оның Қазақстанның көксеркесі неге құнды балық болып саналады? Өйткені ол табиғи балық болса. Өйткені енді табиғи ортада өскен көксерке балығы еті де жаңағы несі де дәмді болады. Сондықтан енді жаңа ағамыздың айтып отқан несі, ол көксерке балығын көп аулау. Негізгі мақсаты көп аулау, және де квотаны көбейту ғой. квотаны көбейту, және де экспортқа көп. Шабақтардан пайда жоқ деп жатыр ғой, бәрі жеп қояды дейді. Мақсат мырза былай да мына жерде. Енді Алакөлге сыймай. Біз өзіміз Халық балық компаниясы жаңа комитетте төраға Нариман Талғатұлына рахмет. Бізді бүгін қабылдап, ешқандай үзіліссіз түскі асқа шықпай 6,5 сағат отырдық. Осында Аян мырза қатысты. Уақытын бөлді, бүгінгі жоспарын кейінге қалдырды дегендей алғысымды білдірем компанияның атынан. Ерекен нағыз. Нағыз ерекен. Өте керемет талқылаулар өтті. Үлкен мәселелер көтерілді, шешімі болады деп уәде берді. Аян мырзаның көзінше айтып отырмын ғой. Енді балық өсіру жағына келсек, Аян мырзаның сауалына. Балық өсіру деген нәрсе ол оңай дүние емес, қолдан өсіру. Ол балықтың шабағын өсіретін кезде ең көп шығын сол уақытта. Өлімі де, шығыны да, қорегі де, оның құнының жартысынан асып кетеді шығын. Ал оны одан ары сату кезінде, мысалы, табиғат пайдаланушыларға сатамыз. Ал енді мына жерде таяқтың екінші ұшы бар. Біз осындай үлкен компаниялар мемлекеттік тапсырыс деген болады. Конкурс арқылы анықталады. Конкурс ойнатылады, соны тендер арқылы қатысып, біз өзіміздің компанияның атынан жеңіп аламыз. Біздің компания бүгін нық қадамында тұр, өз аяғында алға қарай іргелі басып келе жатырмыз. Біз кез келген конкурсты орындауға дайынбыз. Бірақ бір ғана бізді шектейтін фактор бар, ол баға. Мысалы өткенде ғылым қоры қаржыландыру арқылы мына ғалымдар Алакөл сазанын өсірді. Сол кезде менің қойған сұрағым, бір шабақтың өзіндік құны қанша сіздер ғалымдар өсірдіңіздер ғой деп едім. Бізге 36 теңге деп айтты. Ал конкурсқа беріліп тұрған комитеттің бағасы 26 теңге. Биылғы баға. Мен былтыр 50 теңгеден саттым. Стандартты 20 граммдық күздік шабақ деп аталады, сазанның шабағын. Мен 50 теңгеден былтыр саттым, биыл баға 55 пен 60-тың арасы. Өйткені инфляция бар, керек жарақтар қымбаттады, азығы қымбаттады, жұмысшыларының жалақысын көтердім. Шығыным артты, мен ол балықты, ол жалғыз мен емес, республика бойынша балықтың бағасы солай көтерілді. Бірақ конкурста бір күндік компаниялар деген болады. Солар кіретті, жасанды демпинг жасайды. Қолдан сүрет баға. Қолдан сүрет. Мен конкурстық құжатты қолыма аламда, зерттеймді. Мен өзімнің 55 теңгеден бағалап отқан бағалығымды мен 26 теңгеден бере алмаймын ғой. Сол туралы да қызу талқылау болды. Мен 2021 жылы бір түйір балығымды мемлекетке сатқан жоқпын. Менен де үлкен шаруашылық бар, Қарағанды балық питомник деген. Соның директоры келді, Денис Муштаков деген. Ол кісі айтты, 100%-ның 97%-ын өзінің тауарының, балығының жеке кәсіпкерлерге сатты. Олар жаңа тоған шаруашылығымен айналысады, ары қарай тауарлы өсіреді деген кісілер. Сонда 97%-ын жекеге, соның 3%-ын ғана мемлекетке берілмейді. Сонда Қазақстанда 3-ақ алып компания бар, балық өсіретін. Кезінде мемлекеттік болған, бүгін жекеге өткен. Біріншісі, ең үлкені Қарағанды балық шаруашылығы, жаңа халық балық шаруашылығы, одан кейін Бұқтарма балық өсіру шаруашылығы. Сіз айтыңыз, о демек бағаны қолдан сүретіндерге не пайда, әлде қандай біз білмейтін схема бар бұл жерде? Мына жерде мынандай нәрсе бар. Жаңа бауырымыз айтып кетті, 2016 жылы 205 миллион дана жаңағы сигалетка жіберілді деді. Ол түрін ажыратпай қойын, балық. Енді ғылым дәлелдеді, зерттеді, айтты. 20 граммдық шабақты жібергенде, соның кемінде 10-15% тауарлы балық болып қайтады. Балықшылар аулауға. Енді 2021 жылғы комитеттің берген мәліметі бойынша 205 миллион балықтандыру жұмыс жүргізді. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бар және табиғат пайдаланушылардың қалтасынан шыққан қаржыға. Жаңағы кәсіппен айналысатындар, олар шығын ретінде балықты жібереді. Қазір табиғат пайдаланушылардың мынандай уәжі бар айтатын. Ашық алаңға барасыз ғой, көтеріңізші біздің мәселені дейді. Табиғат пайдаланушы қаншалықты лимитін көбейсе, соншалықты балықты компенсировать етіп жіберуге дайынмын деп отыр, қалтасынан ақша төлеп. Көрдіңіз ба? Біз ортақ
нүктені табуымыз керек. Ғылым бар, біз сияқты өндіретін кәсіпкерлер бар, бізді бақылайтын комитетіміз бар. Сосын мына жұмыс әлеуметтік тұрғыда мына халық қой кәдімгі. Жаңа Аян мырза айтады, біз кәсіпшіліктен балық өсіруге ауыстырып жатырмыз дейді. Мен Совет өкіметінен мұра болып қалған алып компанияда қазір ең бірінші мәселе сумен проблема қазір Қазақстанда. Су жоқ. Балықты қайдан өсіреміз, су болмаса? Ал шалғай жатқан ауылдарда, кішкентай ауылдарда ол жерде балық шаруашылығын ұйымдастырмақ түгел ауыз су табу қиын болып отыр қазір. Сол ауыл жаңағы теңізден ұстайтын балыққа мұқтаж, сонымен күн көреді мысалы. Бағана ол мәселе көтерілді. Нариман Талғатұлы төрағаның тарапынан түсіністік бар ол туралы. Ол кісі қазір 18-і болатын құрылтайға дайындалып жатыр. Ол жерде де біз сол мәселені көтердік. Бұлай айтып жатыр. Мүмкін балықшылардың бір жағынан назарына 18 өтеді деп жатыр. Балықшылардың назарына барлықтарыңыз Zoom болсын, әлеуметтік желі болсын қадағалап жіберіп қоймаңыздар. Мынандай мәселе, ұсыныс ретінде. Ол қалай іске асатынын білмеймін мен. Мысалы, кәсіптік балық аулайтын... Мейрамбек мырза, ұсынысты бір шағын үзілістен соң бастаса қалай болады? Сол кезде айтсаңыз. Жарайды. Уақыты кетіп қалыпты, енді оны тоқтата алмаймын. Арнамыздан ауыспаңыздар. Қосылдық па? Тікелей эфирдеміз, хабарымызда жалғастырайық. Енді нақты ұсынысым бар деп едіңіз жаңа үзілістің алдында. Айтыңызшы, ұсынысыңыздан бастайық. Ол жерде мақұлдаған азаматтар да болды, оны комитет тарапынан да мақұлдады. Мысалы, шалғайда орналасқан жаңағы Балқаштың жағасындағы ата кәсіп қылып келатқан қарапайым азаматтар бар. Біздің Көлді ауылының азаматтар бар. Оларға мысалы жер телімі болмаса, судың жағасында участок, онда оларға минималды мысалы күн көрісіне жететін, семьясын аштан қалдырмайтын мысалы белгілеу керек. Мысалы балықшының отбасы, бала шағасы әйеліне мысалы 100 мың теңге жете ма? Соған сәйкес жаңағы лимиттан бөліп, оларды бір әлеуметтік қолдау ретінде ма, ол тек күнде жұмысқа барып келетін сияқты барып келіп, сол балығын аулап, өзіндік сатса, ол ана үлкен кәсіпорны жоқ оның. Сондай ұсыныс болды, бірақ енді оны ары қарай қалай жасайтын, қалай заңды тұрғыда келетін, оны комитеттің өкілдері енді шешер. Жалпы біз тараптан ұсыныс халықтың үндеуін жолдап жеткізу құлақтарына. Айта кететін бір жағдай, бүгінгі таңда әрбір кез келген Қазақстан азаматы әрбір су айдынында 5 килограммға дейін балық аулай алады. Жаңа кәсіпқой балық аулау. Тегін рұқсатсыз 5 келі балықты әрбір Қазақстанның азаматы аулауға құқылы. Әрбір азамат. Әріптестер, мынандай мәселе бар тағы да. Мысалға жаңа Мейрамбек мырза айтып жатыр ғой, осыншама балық өсірілетін мүмкіндігін бар басқаға. Дұрыс, ол дұрыс, өсіру керек. Сосын жаңа айтып жатыр, табиғат пайдаланушылардың бір уәжі, біз мысалы қанша балықтандыру салсақ, біз сонша лимит берілсе дейді. Ал егер сол балықтандыруды салатын, балық өсіретін шаруашылықтар қаншалықты жеткілікті? Мысалға Мейрамбек мырза қазір істеп отқан үлкен шаруашылық біреу. Ол барлық жаңағы су айдындарына балық өнімін бере алады ма? Вот мәселе сода. Сол үшін осы бастан бастап біз кішкентайдан бастауымыз керекпіз. Мысалы Қытай мемлекетін алсаңыз, мысалы өзіміздің көршілес, оларда мына орынға қойған жүйелі түрде қалай дейсіз ғой? Бірінші мысалы бір кішкентай кәсіпорын жаңағыдай аналықтардан личинка шығарады. Екінші кәсіпорын сол личинканы бір белгілі бір стадияға дейін өсіреді. Үшінші кәсіпорын ол стадияны товарныйға дейін өсіреді. Ал біздер аламызда аналықтан бастап товарныйға дейін өсіріп өзіміз шығарамыз да, ойбай бізде рентабельность жоқ, басқа жоқ деп тағы айтамыз. Ал негізінде жаңағыдай бір-бірімізбен үйлесіп кооперативті түрде жұмыс істейміз. Мақсат, Алакөлдегі ағамыздың сұрағына біз жауап берген жоқпыз. Сіз ғылым ретінде жауап беріңізші. Мысалға, көксеркені міне миға қонбайтын нәрсе шын мәнінде. Егер миллиондап тұрып 6 миллион шабақты жіберіп тұрса, оны көксерке жеп қойып жатса, мен ол жерде айтар едім, мен де ол кісіні естідім, ол жерде айтар едім, сазанның личинкасымен емес шығар, қателесіп тұрған шығар. Оны сұрақ дұрыстап білу керек. Жоқ, личинка, карповыйдың личинкасымен ешқандай ғылым рекомендация жасамайды. Личинкамен, момын балықтардың личинкасымен рекомендация жасамайды. Жоқ, ол енді ол балықшы ол кісі, бірақ енді ол жерде жаңағы өнім шығарып жатқан бөлек не шығар, жаңағы балық жаңағыдай несі балық шығарады. Халыққа біз сенуіміз керек. Халық ағамыз 40 жыл жұмыс істеп жатса, біз халыққа сенуіміз керек. Кабинетте отырып біз оны дұрыс айтасыз. Мен мысалы ғылым ретінде ол личинка егер болса, мен құптамаймын. Өйткені сазан балығын личинкамен балықтандырмайды. Оны кем дегенде 20-30 грамдық жаңа жаздық дейміз, немесе сигалетка дейміз, сондай шабақтармен шабақтандырады. Онда айтыңызшы, Алакөлге жаңағы квотаны, көксеркеге квотаны қанша қойылды? Ол квотаны көбейтіп, сол көксеркенің көзін құрту керек қой.
немесе ол жерге сазанды жібермеу керек енді. Түсініңіздер, бір жерде бір балықты көбейтеміз де бір балықтың көзін құрту керек деген нені жоқ, ұстау керек. Жоқ, ұстауға дейін, балық ұстауға, белгілі бір мөлшерде. Өзінің жаңағы ертең бұл жерде өзі бірінші кезекте ғылым жұмыс істеу керек қой, баланс реттеуші. жұмыс істеп жатыр, ғылым жұмыс істемей жатқан жоқ емес. Ғылым жұмыс істеп жатыр. Биологиялық әртүрлілікті болады енді. Енді ол жаңа көксерке жаңағы жыртқыш екен, немесе шортан жыртқыш екен, оны құрт тастау ол да дұрыс емес қой. Ол да өзінің имеет право на существование, орысша айтқанда. Енді ол көксерке ол не болғасын, жыртқыш болғасын, оны құртып тастау керек деген ол дұрыс. Жоқ, ұстау керек, аулау керек, квотаны көбейту керек. Қазір біз балық шаруашылығы есептедеді екен. Мысалы, жаңа қазір біз балық шаруашылығы айтып кетті ғой. Былтырғы статистика, мысалы, комитеттің әлеуметтік Фейсбуктағы парақшасынан жарияланды жылдың соңында. Былтыр 21 жылы 205 миллион, мен ол жерге пікір жаздым, сынға алдым. Өйткені мен маман ретінде өзім азаматтық пікірімді білдіремін, келеді. Белсендімін. Мысалы, 205 миллиондаған малёкті жіберіп жатырмыз 30 жыл. Біз мүмкін бұны тоқтату керек шығар. Сол, мысалы, Балқаш Алакөл бассейні былтыр 55 миллионға конкурс балық жіберілді. Комитеттің қаражатынан. Ол комитеттің жеке ақшасы емес, ол біздердің салымыздан жиналған ақша. Соны ғылым мысалы, қазір кәсіптік қайтарым деген болады. Сол мәселені біз зерттеген жоқпыз. Біз бір нәрсені зерттейміз. Қапшағайға осынша мың жіберу керек, Алакөлге осынша мың жіберу керек. Болды, сонымен шектелеміз. Біз сол жіберген балықтың жауабын, күтімін алу керекпіз ғой. Біз мысалы бизнес өкілдері мына тоғанға мынанша саламыз, норма бойынша мынанша аламыз, одан төмен алсақ біз шығынға кетеміз. Оны да сондай модельмен қарау керек. Ол табиғи су қойма болғанымен 205 миллионды биыл жібердік. 22 жыл тағы жібереміз 205 миллион. 23 жыл тағы жібереміз мысалы. Біз сол балықты мүмкін табиғатқа емес, жасанды шаруаларға өсіретіндегі жіберсек, біз 270 мың балықты өсіруге болар еді. Мысалы деймін да. Біз мүмкін бірдеңе қате жіберіп отқан шығармыз. Тағы бір мәселе бар, құрметті әріптестер, мен эколог ретінде айтып кетейін. Қазір мысалға біздің елімізде бүгінгі күнде 130 су объектісінде экологиялық мониторинг жасалады екен. Сондағысы тек қана 6 су объектісінің класы бірінші класс екен, яғни өте таза су. Бүкіл жерде қолдануға болады. 28-ге жуық су объектілерінің суы соншалықты кір, оны ешқандай кәсіпорында, ешқандай жағдайда қолдануға болмайды мүлдем. Ал енді жалпы айтқанда 3-ші класс дейді, енді орта деңгейлі ластанған судың деңгейі 78-80-ге жуық. Яғни былай қарағанда 60-70% лас су деп айтуға болады, су объектілерінің. Осындай лас суда бүгінгі күнде балықты өсіру өте қиын. Шынымен жаңағыда обратно отдача дейді ғой, шабақтар жіберіледі, бірақ су ластанғаннан кейін бұл су объектілерінде балық өмір сүре ала ма, өмір сүре алмай ма? Елдос мырза, қазір халықта ақша жоқ қой, күн көрісі сол балықпен. Мен айтқым келген не нәрсе? Жаңағы мониторинг жасалғанда ПДК деген нәрсе бар. Яғни зиянды заттардың шектеулі концентрациясы. Бүгінгі күнде балық өсіруге арналған су объектісіне 4-ақ зиянды заттар бойынша мониторинг жасалады. Мен Ресейді қарадым, мысалға Ресейде қателеспесем 100-ден астам химиялық элементтер бойынша мониторинг жасалады. Мүмкін біз содан бастау керек, суды тазарту керекпіз. Бұл мәселе бүгінгі күнде мен түсінігімше қатып қалған ештеңе жоқ. Мәселені бизнеске қатысты да шешуге болады, қарапайым халыққа да қатысты шешуге болады. Оның ішінде бір жыл ғана бұрын құрылған балық шаруашылық комитеті жұмыс істеуге дайын. Менің ойымша осы ашық алаңнан кейін де ертең 18-і болсын, басқа күні болсын, кездесу барысында да әр мәселе бойынша шешуді табамыз деп ойлаймын жалпы. Мен сізге Мақсат мырза бір нәрсе айтайын, ұсынысымды айтайын. Мысалға қазір халықтың ауыл тұрғындарының кірісін көбейту керек. Бұл туралы президентіміз айтты. Мүлдем дұрыс айтасыз. Өзбекстанда қараңызшы, Өзбекстанда шабақтарды мынандай үлкен кәсіпорын құрмай, ауылдағы адамдарға шабағын, оның азығын әкеп беріп тұрады. Міне аграрлық университеттің ректоры Айтуған мырза, біздің ауыл партиясының орынбасары, басшысының орынбасары. Сол ауылдық жерлерге балапан беріп, дәл сонда азығын әкеп беріп, жұмыс істеп жатыр ауыл халқы. Өзбекстан жасап жатыр, біз неге жасамаймыз? Өзбекстан екіншіден квотаны неге көтермейміз? Халық сонымен күн көріп отыр ғой. Неге заңды түрде біз көтеріп бермейміз? 36 теңге тіпті төлемей қойсын. Бірақ күнін көрсін, пайдасын тапсын. Үшіншіден, мынандай кәсіпорындар даму үшін инвестициялық субсидияны беру керек. Бұл кісілерді банкілерден де ала алмайды мысалға. Шағым осындай, банкілерде пайызы өте үлкен, қолжетімсіз ақша. Неге бермеске? Сіз айтып отырған ірі компаниялар
тендерді алып алды дедіңіз ғой бәленбай жылға. Ірі компания Қазір мен ана Алматы облысының Балқаш ауданы, Қарой деген ауылдарда болдым таза. Балықпен күн көріп отырған, Іленің бойы ғой, сол, балықпен күн көріп отыр, жаңа ірі компаниялар жеңіп алған. Оны ашығын айту керек. Солардың басшысы көбінесе Астанада отырған азаматтар. Балықтың мүлдем балықтың есі мұрнына барып алуы мүмкін. Мына аукцион мен конкурс қазір табиғи. Ол ұтып алған елдерден күні салық ретінде маған 10 000 теңгеден банк картама ақтырып отырасыңдар. Дұрыс айтасыз. Мысалы қазір биылдан бастап, былтырдан бастап, мына табиғи су қоймалардағы резервтік қордағы учаскелерді, балық учаскелерін аукционмен жаңағы жеңуге сондай аукцион арқылы ұтып алуды жасады. Тағы да ақшасы барлар ұтады ғой. Ол жерде мысалы батыста отырған бір неге сондай ақшасы бар адамдар ұтып алған кезде соларға бір не қоймасқа, мысалы жұмыспен қамту, әлеуметтік мәселені көтеру бойынша неге сондай талаптар қоймасқа? Ол мысалға ол ұтып алды, мысалы сіз ұтып алдыңыз ба, сіз яғни 50 адамды или 100 адам жұмыспен қамтамасыз ету керек. Міндеттемең, талап. Ол тек қана балға ола ма? Ол қалай қамтамасыз етеді, егер оның участогын жағасы 10 шақырым болса, оған шектеу қойып қаңтарда, міне осы жылдың 22 қаңтарында біз Каспий теңізінің 8 учаскесін конкурсқа қойдық. 8 учаскесінің жаңа конкурстың ұтып алған адамдары, жаңа Каспий теңізінің Ақтау жағында болса, учаскеде ұтып алған адамдар Атыраудан. Сосын жергілікті жаңа маңғыстаулықтар үлкен шу көтерді. Неге біздің өзіміздің жаңа маңғыстаулықтар неге ұтып алмайды, неге атыраулықтар ұтып алады деп. Оны жаңа бірінші айтып жатқан жаңа аукцион. Екіншіден енді біздің мемлекет тарапынан қойылатын талап ұтып алған компания міндетті түрде өзінің жаңа бір балық өңдеу цех болу керек. Немесе балық өңдеу кәсіпорны болу керек. Өйткені балықты дамытамыз дейді. Ал енді осындай шектеу қойған кезде бізде зауытымыз жоқ, қайғымыз жоқ деп, сосын конкурсқа қатыса алмайды. Жаңағы айтып кететін бір жағдай, біз осы айттым ғой, атыраулықта ұтып алдық. Атыраулықтармен балықшыларды кездестірдік, біз барған кезде. Айттық, мына жергі ең бірінші өздерінің жұмысқа атыраулықтарды әкелмейсіздер. Осы жергілікті Ақтау өңірінің балықшыларының жұмыс қаласына олар келісті. Тиісті меморандумға қол қойылды. Сондықтан бүгін тарап осындай келісімге қол жеткіздік. Екіншіден енді олар келісіп тұр, біз жергілікті балықты осы жердің балықшылардан аламыз деп. Енді қазір біз балық шаруашылығы заңнамасына осындай бір өзгерістер қазір жоспар дайындап қойдық. Алдағы уақытта енді Каспий болсын, Балқаш болсын конкурсқа шығарылған учаскелердің қатысатын бірінші адамдары осы жергілікті халық. Олар басқа өңірлерден келген кәсіпкерлердің алдында кішкене басымшылық болады. Өйткені енді жаңағындай жағдай болмасын деп жергілікті халық айтады, біздің осы жердегі халық ұтып алсын дейді. Сондықтан осындай қазір ұсыныстарды әзірлеп. Жақсы, бізде уақытымыз тәмәмдалып қалды. Бір сұраққа қысқаша ғана тоқтала кетейікші. 30 жылдың ішінде осы салада ғылым қандай бір жетістікке жетті дегенге. Енді маман тапшылығы өте бір өзекті мәселе дегенді біз естиміз. Оқу орындары қаншалықты оған бізде грант көбейтіп жатырмыз. Ол бір сұрақ. Енді балыққа қолайлы жағдай жасайды ма, қореге жем беру, оның бәріне білікті мамандар керек. Дұрыс айтасыз, өте. Міне қазіргі таңда мысалы Қазақстан бойынша 4 университетте, яғни балық шаруашылығы мамандығын оқытып, бірақ легі сол жаңағыдай балық шаруашылығын оқиын деген мамандардың өзінің жақсы көріп, сүйіп барып түсейін деген студенттердің саны өте аз. Олар тек қана жаңағы әйтеуір грант болды, соңғы балым жетпей қалды деп балық шаруашылығына түсіп жатқандар көп, өйткені мен оны тәжірибемде көргем. Енді бір мәселе, мысалға, жаңа айтып жатсыз, оны көбейткенмен мамандар көбейе ма деп. Дұрыс, ол жерде бізде мына нәрсе ұштастырылмаған. Университеттермен, кәсіпорындармен бірге жұмыс істеу. Яғни мысалға, университет студент шығарды ма, ол производствоға барып көрсету керек. Не істеп жатыр, қалай істеп жатыр, қолымен, яғни ол практика жүзінде білу керек. Ал сол арадағы үзіліп кеткен, яғни қыл деп айтсақ та болады, ол жоқ, байланыс өте аз. Мүмкін іс жүзінде, қағаз жүзінде бар шығар, бірақ бары практикада ол өте аз пайызда. Сонымен қатар балық шаруашылығы маманды тек қана өсіруден тұрмайды, кәсіптік өндіріс. Солар мысалға практикасын біздің переработка жасайтын кәсіпкерлермен бірге барып, сонда көрсе, олар міне шынымен практиканы көргеннен кейін ары қарай қызығушылық туар еді. Ал қазіргі таңда ондай жоқ. Бізде кішкене сондай
производство мен жаңағы университеттің араларында кішкене үзіліс бар да, балық шаруашылығында. Мен басқаларын айтпай ақ бір ауыз ғана сөз. бір ауыз 30 жылда ғылым өкінішке қарай қазір ол жақсы емес, жақсы деңгейде емес. Мен сізге мысал келтірейін. Жақында ғана ғылым қорының бір жасаған жобасын қарадық. Аш шаянын өндіреді, креветке дейді. Сол креветкеде мен айтамын, сонда ғылымдық элемент не? Не десем, жауап бере алмайды. Сонда біз андай қондырғы әкелдік, аш шаян өсіре бастадық. Ол ақшаны мемлекеттің ғылымға былай құйып шашып тастағанша, оданша бір 10 мекемеге беріп, ол креветкені өздері ақ сол мекемелер өсіре алады мысалы. Міне осындай деңгейде тұрмыз қазір. Енді түсінген бұл салада проблема өте көп. Менің риза болатыным осы соңғы уақыттарда, соңғы айларда байқаймыз. Қазір біздің балықшылар белсенді болып келе жатыр, иә? Жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстан деп ұрада жатырмыз. Жаңа Қазақстанда жаңа комитет құрылғасын ба? Қадамдар күтеміз. Енді комитет тағы да отырыс жалғасады деп жатсыздар. 18 күн үлкен жиын болады екен. Нақты ұсыныс айтыңыздар, шешімін тапсын. Енді мен бір нәрсені жасырғым келмейді. Бұл осы балықшылардың балық шаруашылығының мәселесі осы телеарналарда, ақпарат құралдарда да көп талқыланбайды. Оны жасырғым келмейді. Неге? Өйткені осы сіздердің тараптарыңызда белсенділіктің аздығы. Сіздер белсенді болсаңыздар, біз эфир арнауға ашқалы қашанда дайынбыз. Аман жүріскенше. Рахмет.